Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ет қосылған ашытқысы жасалынатын осындай пирогты жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет. Оған иісі жоқ сұйық майымызды қосамыз. Жарты шай қасық тұзымызды, содан кейін жарты шай қасық қопсытқыш немесе соданы осылай уксусқа гасить етіп аламыз. Одан кейін жақсылап барлығын біздің тұзымыз езілгенше араластырамыз. Бізде суымыз міндетті түрде қыздар жылы болуы қажет. Енді барлығын араластырып болған соң ұнымызды асықпай қоса отырып, қасықпен араластыра отырып, жұмсақ қамырымызды жасаймыз. Ұнды бірден сал жібермейміз, бірінші араластыра отырып саламыз да. Қазір менде шамалы ұн қалды, оны алып қоямын. Енді қасықтың көмегімен бірінші барлық ұнымның басын біріктіріп алатын боламын. Бізде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Мінекей видеодағыдай қамырымыз біркелкі етіп басы бірікті. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Бізде кәдімгідей жұмсақ қамыр шығады. Бұл пирогты маған бір ұнайтын жері, яғни оған ашытқы қосылмайды. Одан кейін дайын болған қамырымызды бірден пирогымызды жасай бастаймыз. Үйіңізге ойда жоқта қонақ келіп қалса, міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырды теңде екі бөлікке бөлеміз. Бірақ та бір бөлігін сәл кішілеу етіп, екінші бөлігін үлкен етіп бөлеміз. Үлкен етіп бөлінген бөлікті осылай жұқалатып жайып шығамыз. Оның қажеті жоқ. Біздің қамырымыз кәдімгідей жұмсақ болып шығады. Одан кейін оны формасы 26 см болатын осындай табаға әдемілеп барлығын біркелкі етіп жаямыз. Одан кейін оған салмасын саламыз. Салмасына мен фаршқа дозымды, бұрышымды, картобымды салдым. Негізінде бұл мясной пирогқа асқабақ қосқан жақсы. Асқабақ қоссаңыз, сіздің пирогыңыз одан сайын дәмді болып түседі. Бірақ та мен балдарыма жасаған соң, біздің балдар асқабақты жақсы көрмейді. Сол себепті мен асқабақты қосқан жоқпын. Енді осы салмасын барлығын осылай біркелкі жайып шыққаннан кейін қалған жаңағы екінші бөлігімізді де әдемілетіп, дәл видеодағыдай жұқалатып жайып шығамыз. Айта кететін бір жайт, достар, сұйық майымыздың міндетті түрде иісі болмау керек. Өйткені ол иісі болса, біздің қамырымыздың дәмін өзгертіп жіберетін болады. Мінекей қараңыздар, бізде кәдімгідей оңай, тез жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді бұл қамырды қалған екінші бөлігіне осылай бетіне жайып шығамыз. Одан кейін жан-жағын біркелкі етіп осылай түйеміз. Негізінде достар, формада пісірген міндетті емес. Кәдімгідей пештің өзінің арнайы листына да жасай берсеңіз болады. Енді видеодағыдай осылай әдемілетіп жан-жағын түйіп шығатын боламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып бастаймыз. Өйткені қазір біз пирогымызды қыздырылып тұрған пеште пісірген жақсы. Кез келген адам бұл пирогты жасай алады, сол себепті отбасыңызға жасап қуантсаңыз болады. Енді ортасындағы фаршымыз бізде пісу үшін осылай ортасын бөліп қоятын боламыз. Сол кезде ішіне ауа барып, біздің фаршымыз пісетін болады. Мінекей осылай жақсылап болғаннан кейін енді бір жұмыртқамызды жақсылатып шайқап аламыз. Одан кейін біздің пирогымыздың барлық жеріне осы жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жұмыртқаға сүтті қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Мен сүтті ішіне қосқан жоқпын. Әдемілетіп осылай бетіне жаққан соң біздің пирогымыздың беті сап-сары әдемі болып пісетін болады. Енді келесі кезекте бетіне күнжіт дәнін, макты сепсеңіз болады. 180 градуста қыздар асықпай 1 сағатта пісіріп аламыз. Менде бұл пирог 1 сағат 10 минут ішінде пісті.
Пирогтың иісі деген қыздар керемет. Кәдімгідей кескен кезде пирогты қытырлап тұрады. Мен жаңа сода мен уксусты қосқандықтан менде бұл пирог шамалы қатпарлы болып шықты. Егер де сіз разрыхлитель қоссаңыз, онда ондай қатпарлы болмауы да мүмкін. Мінекей қараңыздар, өте дәмді жып-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар.